Тыңда, аңыздағы айпония шын мәнінде түнек әкелетін айпония. Жақында ол Эквестрияға қараңғылықты ала келеді. Біз мұндай апаттың алдын алу үшін ертерек қимылдауымыз керек. Сізден тезірек жауап күтем. Сіздің адал шәкіртіңіз Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Дайын. Тамаша, енді жібер. Дәл қазір ме? Әрине. Білмеймін, Sparkle. Селестия ханшайым жазғы күн мерекесіне дайындалып жатыр. Ол бірсі күні өтеді ғой. Мәселе сонда, Спайк. Бірсі күні күн 4000 рет шығады. Ханшайыммен тез арада байланысқа шығуымыз керек. Тез арада... Дереу! Жүрейт! Міне, бәрі дайын. Еш уайымдама. Уайымдамаймын, Спайк. Ханшайым маған сенеді ғой. Өмір бойы одан білім алып келем, ол маған сенім артады. Ол мұны бірден қолға алады деп айттым ғой саған. Менің адал шәкіртім Sparkle. Өзіңді қалай құрметтеп сенетінімді білесің. Бірақ көне кітаптарды оқуды осымен доғарсаң қайтеді. Қымбатты Sparkle, жас понидің өмірінде кітап оқудан да қызықты нәрселер көп. Мысалы, дос табу. Сондықтан сені биылғы күн мерекесіне жауапты пони етіп тағайындаймын. Мерекенің өтетін жері Панивилия. Саған өте маңызды тапсырмам бар. Көп дос табу! Мұны дұрыс түсінсеңші, Sparkle. Ханшайым сенің кітапханада қалуыңа рұқсат берді. Бұған қуанбайсың ба? Иә, қатты қуанам. Неге екенін білесің бе? Өйткені менікі дұрыс. Бәрін дайындаймын да, кітапханаға барып, айпонияның бар екеніне дәлел табам. Бірақ ханшайым саған дос тап деді емес пе? Ол мерекеге дайындал деді. Мен оның шәкіртімін, тапсырмасын орындаймын. Бірақ достық Эквестрияны апаттан құтқара алмайды. Рахмет, мырзалар. Мүмкін Панивилия тұрғындарының айтары да бар шығар?